Бәріңізге сәлем достар. Бүгінгі видео записте біз ZenQuest деген проекттен қалай тегін монетаны алуға болады, сол жайлы сөйлесетін боламыз. Яғни кез келген крипто проекттен тегін монета алу бұл бізде airdrop деп аталады. Яғни біз белгілі бір белгілі бір активность жасаймыз, сол үшін бізге монеталарды тегін береді. Енді қараңыздар, ZenQuest бұл бізде Unizen деген проекттің, осы Unizen деген блокчейннің бір бөлігі болып саналады. Мына қарайтын болсаңыздар, Unizen ол бізде бұрыннан биржада сауда жасалынатын монета болып саналады. Енді қазір осы Unizen жаңадан өзінің платформасын жарыққа шығарып жатыр. Яғни бұл платформа, қараңыздар, бізде ZenChain деп аталады. Бұл ZenChain біз бәріміз білетін биткоиннің қауіпсіздігі менен эфириумның программасын екеуін бір-біріменен байланыстыратын жүйе деп айтуға болады. Енді мына жерде жазылып тұр, қараңыздар. ZenChain бұл бізде Unizen проектінің экосистемасына кіреді. Қазіргі уақытта тек қана тесттік режимда жұмыс жасап жатыр. Яғни біз осы режимда алғашқы сатыда қосылып, XP белгілі бір задачаларға XP монетасын жинай аламыз. Бұл XP монетасы в будущем бізде жаңағындай осы платформаның монетасы, яғни ZSH монетасына айналады. Енді қараңыздар, бұл проектке не үшін қатысу керек? Потому что бірінші кезекте инвесторлары өте мықты, екіншіден инвестициялық фонд. Яғни осы ZenChain өзіне бізде алғашқы сатысының өзінде 203,4 миллион доллар ақша инвестиция жинаған. Енді мына қарайтын болсаңыздар, airdrop бұл бізде уже статус подтвержденный. Яғни нақты дроп берілетін күні по-любому барлық адам өзінің монетасын тегін алады. Себебі airdrop уже нақты подтверждать етілген. Кететін уақыттарыңыз күніне где-то 10 минут қана, одан артық көп уақыт кетпейді. Міндетті түрде бұндай проекттерді жіберіп алмаңыздар. Енді бұл проекттен біз қалай тегін монета аламыз, оның барлығын мен өзімнің телеграм каналымда толығымен жазып қойғам. Бұл телеграм каналдың ссылкасын мен сіздерге видеоның соңында қалдырып кетемін. Бұл телеграм каналда тек қана airdrop проекттер емес, трейдинг бойынша да, психология бойынша да обучающий материалдар көп, міндетті түрде қосылыңыздар. Енді в будущем басқа да проекттерді осы жерден көре аласыздар және де. Енді келесі қараңыздар, біз мына жерде сразу жазып қойғамыз, ZenChain проекті бұл биткоинда қауіпсіздік деңгейі мен эфириумның программасын біріктіреді. Инвестициясы 203,4 миллион. Мынандай фондтар кірген бұл монетаға. Алғашқы сатыда тұр. Яғни алғашқы сатыда кірген жақсырақ проектке. Потому что кейін кеш кіретін болсаңыздар проектке, ол кезде сізде көбірек монета жинау мүмкіндігі аз болады. Енді біз монетаны тегін алу үшін не істейміз? Бірінші, мына жерде жазылып тұр, сілтемені хромнан ашып, оған MetaMask'та тіркейміз. Міндетті түрде осы жердегі сілтеме бойынша өтеміз. Неге? Себебі басқа да жаңағыдай скамны ссылкаларға байқаусызда тіркеп қойылмас үшін. Мына жерде қазір тіркелу деген кнопканы басамыз, join now. Одан кейін кошелекті тіркеу, яғни connect wallet деген кнопканы басамыз. Connect wallet деген кнопканы басқан кезде сіздерде міндетті түрде осындай шығады, яғни MetaMask, Coinbase деген сияқты. MetaMask'ты тіркейміз. Қараңыздар, MetaMask'тың менде паролін сұрайды. Енді мына жерде менде рұқсат сұрап тұр, подключить с помощью MetaMask. Вот осы ZenChain деген сетьқа менің MetaMask'ымды тіркейін деп жатырмын. Разрешить, подтвердить. Вот қараңыздар, тіркеу жүріп жатыр. Мына жерде сіздерде осындайдан рұқсат сұрайды. Подтвердить деген кнопканы басасыздар. Вот сіздерде қазір уже проектке тіркелдіңіздер. Мен бұл проектке до этого тіркеліп қойғам, сол себепті менде уже монеталар жиналып тұр, кошелек тіркеліп тұр. Но в будущем сіздер тоже осылай тіркейсіздер. Енді қараңыздар, менде қазір монетаның саны 550 монета бар. Бұл монеталарды мен қалай жинадым? Мына жерде төменге өтетін болсаңыздар, сіздерде 6 түрлі социальный задача бар. Әр задачаны орындаған сайын сізге 50 монетадан беріледі. Допустим, айтайық, мына жерде қараңыздар, өзіңіздің есіміңізді өзгерткеніңіз үшін сізге 50 XP монетасы беріледі. Мен сразу бұл жерде өзімнің атымды өзгертіп, Айерке деп 50 монета алғанмын. Одан кейін тағы да 50 монетаны Discord платформасын жүктегеніңіз үшін беріледі.
яғни қараңыздар, сіздер міндетті түрде дискордты телефоннан скачать етіп жаңағыдай ноутбукпенен дискордқа кірулеріңіз керексіздер. Бірінші телефоннан скачать етіп аласыздар, одан кейін жаңағыдай ноутбукқа сол логин парольменен кіре саласыздар. Енді қараңыздар, дискордта тіркеген кезде сіздерге тоже 50 монета беріледі. Одан кейін келесі телеграмда тіркейсіздер. Мына жерде сразу осының задачаның үстін бассаңыз, сразу сайтқа сіздерді жібереді. Твиттерді тіркегеніңіз үшін 50 монета беріледі. Airdropпенен айналысқан кезде көбінесе осындай оңай задачалар. Бұл задачалар командаға не үшін керек? Қараңыздар, біз олардың дискордына тіркелген кезде оларда какой-то количество өседі. Олардың твиттеріне тіркелген кезде де подписчиктердің саны өседі. Яғни бұл бізде жаңағыдай проектке деген көптеген қызығушылық туғызады. Бұл проекттерге көбінесе жаңағыдай танымалдылық керек болатын болса, ал бізге олардан монета керек. Осындай задачаларды орындау арқылы біз тегін монеталар аламыз. Енді қараңыздар, будущем бұл XP монетасы, менде MetaMask сразу кошелек тіркеліп тұрғандықтан, монета биржаға шыққан кезде 0 ZSH монетасы болып, жаңағыдай маған MetaMaskқа түседі. MetaMask'тан сразу жаңағыдай биржаға шығарып алуға болады. Жалпы активность өте оңай. Бұндай проектті жіберіп алмауға кеңес беремін, себебі қараңыздар, өте инвестициялық суммасы өте жоғары, және дағы орындайтын тапсырмаларға ешқандай да жаңағыдай вложение керек емес, барлығы бесплатно, ешқандай да ақша салудың қажеті жоқ. Тек қана кошелек тіркейсіздер, және дағы социальный задачаларды орындайсыздар. Міндетті түрде телеграм каналға тіркеліп алыңыздар, себебі бұл жерде қараңыздар, осы Zenchain проекті бойынша толығымен инструкция салынған. Яғни бұл инструкциядан сіздер детально көре аласыздар. Қараңыздар, открыть. Мына жерде мінекей сіздерде осы платформаға, Zenchain'ға ссылка тұр. Осы ссылканы сразу Chromeға қоясыздар. Одан кейін Join Now кнопкасын басасыздар. Сосын Connect Wallet кнопкасын басасыздар. Одан кейін кошелекті тіркейсіздер, осылайынан жаңағыдай подтвердить, разрешить деген секілді басасыздар кошелек тіркеп. Осын кошелек тіркеген кезде сіздерде осылай ZSH деген монета шығады. Мына жерде көргендеріңіздей. Дальше жаңағындай социальный задачаларды орындайсыздар. Сіздермен болған Ерке, алдағы уақытта көріскенше.